Петропавл қаласының ішкі істер басқармасының қызметкерлері алаяқтық қылмыстарды жасады деген күдікпен облыс орталығының тұрғынын құрықтады. Полицияға бірнеше арыз келіп түскен. Онда қарттардың сеніміне кіріп, өзінің әккі әрекетін жүзеге асырып жүрген әйелдің ісі жайы айтылады. Арбау кезінде көршілері қарызға ақша сұрайды деп сылтаулатқан. Көбіне жедек сатып алу немесе жарылған құбырды жөндеу деген себепті желеу еткен 80 жастағы зейнеткер осындай алаяқтың құрбаны болған. Как она знала именно, и ее как она знала. Менің атымды және көршімнің атын қайдан білетініне аң-таң болдым. Оның аты Ира, ал менің атым Нина. Мен есік аштым, ол айтады, ақша беріңіз, мені Ира жіберіп еді. Құбырдан су ағып жатқандықтан ол шыға алмайды. Мен оған, мен сізді танымаймын ғой дедім. Ол болса, мен Ираны білемін деген болатын. Оның арбауына қалай түскенімді білмей де қалдым. Жедел іздестіру іс-шараларын өткізу кезінде бұрын осындай қылмыстар жасалғаны үшін сотталған Петропавл қаласының 35 жастағы тұрғыны ұсталды. Жуырдағыны алаяқтық жасаған үшін жазасын өтеп шыққан. Бір айдан аз уақыт қана есепте тұрған. Қазіргі уақытта алаяқтықтың 5 фактісіне оның қатысы бары анықталды. Данный факт внесены в единый реестр досудебных расследований. Осы фактілер Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 190 бабы көзделген қылмыстық құқық бұзушылық белгілері бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексерудің бірыңғай тізіміне енгізілді. Алаяқтық, яғни бөтеннің мүлкін жымқыру немесе алдау, немесе сенімді теріс пайдалану жолмен бөтен мүлікке құқықты иемдену. Қазіргі уақытта тергеу жүргізілуде. Полицейлер алаяқтар адамдардың күнделікті өмірде бір-бірімен қарым-қатынас жасау кезінде сөз оралымдарын қолданатындығын айтады. Сыпайы сөздерді айтса болғаны, Нина тәте, сізге мені Ира жіберіп еді. Осындай өтініштің шынайылығына қарт жандар жіті мән бермейтіні де сөзсіз. Тәртіп сақшылары бейтаныс жандарға сіз жақсы білетін адамдарды танайтынын айтса да, сенбеу керектігін естеріңізге салады. Бірінші жарты жылдықта облыста 112 жағдай тіркелген, 89 алаяқтық ашылды. Облыстық ішкі істер департаменті баспасөз қызметімен әзірлеген Салима Сагандыкова.